Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін сабақты зерттеу үдерісі туралы сөйлесетін боламыз. Сабақты зерттеу, lesson study. Сонау Жапониядан бастау алған, одан бері көптеген дамыған елдерде қолданылып жүрген зерттеу түрі. Бұл зерттеудің ерекшелігі ғалымдардың зерттеуінен бөлек. Бұл мұғалімдер тобының зерттеуі. Яғни әр мектеп сабақты зерттей алады. Оның белгілі бір алгоритмдері бар. Бүгін сол алгоритмдері туралы сабақты зерттеудің және оның мақсаты туралы сөйлесетін боламыз. Маңыздылығы неде? Мақсаты, маңыздылығы сабақты зерттеудің педагогтардың, тәжірибелі педагог болсын, жас мамандар болсын, олардың тәжірибесінде әртүрлі қиындықтар туындауы мүмкін. Балаларды оқытуда, оқушыларда оқуында кедергілер, сонымен қатар тәжірибені біз мына заманның, қоғамның дамуына қарай үнемі жетілдіріп отырамыз. Белгілі бір проблемадан туындайды зерттеуге. Сол зерттеуде жасау арқылы сол мәселені шешеміз біз. Бұны жалғыз мұғалім жасамайды, бұл зерттеу тобы болады. Яғни бұл жерде үздік тәжірибе, үздік сабақ, педагогтардың тәжірибесінің жетілуі, бірлесіп жоспарлау, ынтымақтастықта жұмыс жасау, сапаны жақсарту, өзгеріске бейімдеу мәселені шешу маңыздылығы жоғары. Енді қалай дегенге жауап берейік, қалай жүзеге асады? Біздер көбінесе оқу 90 аяқталғаннан кейін төмен сапа көрсеткен сыныптарды зерттеуге аламыз. Зерттеп бастаймыз. Неліктен төмен сапа, неліктен қызығушылығы төмен. Байқағанымыздай, қызығушылығы төмен сыныптарда білім сапасы, оқуға қызығушылығы төмен сыныптарда білім сапасы да сондай төмен болады екен. Осы мезгілде зерттеу бірінші мәселені, қиындықты анықтау, зерттеу тобы құрылады. Анықтаудан кейін зерттеу тобы құрылады. Зерттеу тобы мақсатты айқындаймыз. Нақты зерттеу тақырыбын шығарамыз. Зерттеу тобында 6 адамнан көп болмағаны, ағылшындардың Питт Дадлей нұсқаулығы бойынша жұмыс жасайды, 6 адамнан көп болмауын қадағалайды. Сол мұғалімдер бірігіп отырып, сабақтарды жоспарлап бастайды. Басында бүкіл сыныпты алуға болады, немесе 3 баланы таңдай аламыз. Ол А, Б, С деңгейіндегі балалар. Бұл балалар кімдер? Жоғары дағдысы бар оқушылар, орташа дағдысы бар оқушылар, төмен дағдысы бар оқушылар деп солардан бір-бір өкілден алуға болады. Бұл нені білдіреді? Барлық сыныпты зерттеуге мүмкіндік болмаған жағдайда біз осы оқушылардың нысаны арқылы бүкіл сыныпқа әсер ететіндей үздік сабақты шығарамыз. Сабақтар бірлесіп жоспарланады. Ең маңызды фактор. Сабақтар бірлесіп жоспарланады. 6 мүшеден тұратын, 6 адамнан тұратын топтарда бірінші сабақ жоспарланғанда да соңғы сабаққа дейін сабақтар бірлесіп жоспарланады. Бұл жерде әртүрлі нұсқа болуы мүмкін. Қатып қалған нұсқасы жоқ. Осы сабақ зерттеу жүргізудің бір мұғалім кемінде Питт Дадлей нұсқаулығын негізге алатын болсақ, бір мұғалім кемінде 3 сабақ, яғни цикл. Цикл бірінші өткізіледі, сабақ жоспарланады бірлесіп, одан кейін сабақ өткізіледі. Сіз бұл жерде бақылау объектісі мұғалім болмайды, бақылау объектісі оқушылар. Оқушылардың барлық іс-әрекетін, оларға алдын ала күтілетін нәтижені анықтап алғаннан кейін, манағы зерттеу тақырыбын негізге ала отырып бақылаймыз. Бақылағаннан кейін оқушылардан сұхбат немесе сауалнама алынады. Бұл жерде оқушы үні есепке алынады. Сұхбат сауалнаманы біз әр топтан, оқу топтарынан ала аламыз. Бұл жерде балаларға сіз зерттеуге алынып жатсыз деп нақты соны бір қай бала алынып жатырған айтудың да қажет жоқ. Бүкіл топтан сабақтың қалай өткеніне қатысты, бұл сабақ сізге қайтадан өткен жағдайда сіз
нені өзгертер едіңіз, нені қосар едіңіз сабаққа, сіздің қажеттілігіңіз қандай деп оқушылардан сұрай отырып, келесі сабақты жоспарлаймыз. Олардың кері байланысын келесі сабақ жоспарлауға пайдаланамыз және біздің өзіміздің бақылаудан алынған ой пайымдауымызды, мына қағазға жазып алған талдауымызды алып келіп, келесі сабақты жоспарлаймыз. Келесі сабақты да бірлесіп жоспарлаймыз, яғни циклдардан тұрады. Бұл жерде біз айттық, бір пәннен 3 пән, бір бірлестік аясында болуы мүмкін, әртүрлі бағыттас пәндерде болуы мүмкін, зерттеуге алынатын топтарда құрастырған мезгілде. Бірақ тағы да айтамын, бұл жерде қатып қалған вариант жоқ. Нұсқа сол себепті біз өзіміз қажеттілікке қарай, мақсатқа негіздеп өзіміз басқаша тәсілдерді ұсына аламыз. Енді манағы сабақтардың барлығы өтіп болады делік, өтіп жатқан мезгілде не істейміз, яғни зерттеу барысында. Зерттеу барысында біз дәлелдемелер жинақтап отырамыз. Яғни мәселені шешуге бағытталған әдіс-тәсілдерді қолданып жатырмыз. Бірінші сабағымыздан екінші сабағымыз одан да күшті, үшінші сабағымыз одан да күшті. Балалардың пікірлері есепке алынады. Сабақтар бірлесіп жоспарланып жатыр. Манағы мәселені шешуге бағытталып жатыр. Барлық дәлелдемелерді жинақтап жүреміз. Себебі біз қорытынды жазуымыз керек. Мәселені шештік пе, шеше алдық па, немесе қандай да бір тағы да қосымша қосалқы мәселелер шығып қалды ма деген сияқты сұрақтарға жауап беру үшін біз дәлелдемелер жинақтаймыз. Дәлелдемеге не жатуы мүмкін? Сіздің түсірген видеоларыңыз жатуы мүмкін, сабақтың, балалардың жауаптары, оқушылардың жұмыстары, сауалнама нәтижелері, сұхбат нәтижелері, осындай фотолары, балалардың жұмыстарының фотолары, кейбір әңгімелерінің транскрипциясы деген сияқты осындай дәлелдемелерді сіз жинақтайсыз. Жинақтап, талдап, қорытынды жасап, бұл жұмысты зерттеп, зерттеуден алынған нәтижені ұжымдастармен бөлісе аламыз. Таныстырылым арқылы, немесе бұны біз бұрында да айтқанбыз, әдістемелік құрал ретінде, зерттеу нәтижесін ретінде жариялай да алатынымыз бар. Назарларыңызға рахмет. Қысқаша сабақты зерттеу туралы осы. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, сілтеме астына қалдыруға болады.